мынау налокотник, шынтақтық. Менің партнерім бар Ақтөбеде. Сол маған звондады да, мен қазір осы сіздің қалаңыздың үстінен өтемін, срочно мына шынтақтықты алып шықшы деп. Өйткені сіңілім қатты қақсап, бір сутка болды, ұйықтаған жоқ дейді. Шынтағы қақсап сөйтіп ауырып келатыр. Пойызға алып шықтым, пойыздың стоянкасы 20 минут, ол маған сол пойыздың купенің ішіне кір деді. Барсам жаңағы купенің ішіндегі жаңағы сіңілісі қатты жылап отыр екен, екі көзі ісіп кеткен, беті дом болып кеткен, мына қолым деген оң қол екен, қақсап бейтіп отыр екен осы. Дереу қолына кигіздім. Екі қолына мынаны қалай киетінін, қалай жуатынын, қалай кептіретінін бәрін түсіндірдім. Айтып жатқан біздің сөзімізге арасына кірісіп, солай ма деп жатыр. Сол кезде бетіне қарасам, бетінің ісігені кеткен, көзінің енді не мінгендегідей емес, жанары уже кіріп, сөйтіп уже менен мынау не деп сұрап жатыр да. Сосын мен бүйтіп қарап күлдім, сосын шынтағын қойды ма десем айтады ғой. Тәте мен қойды шынтағым дейді ғой.